тәрбие тақырыбында ер адамның, әсіресе осы Оразхан бауырымдай жастардың қалам түртуі өте қуантады. Енді біз әйел затына көбінде бала тәрбиесін сырып қойып, ер азаматтарды жүздің адамы деп көбінде айтып жатамыз. Негізінде отбасылық тәрбиеде ер адамның рөлі өте маңызды. Өйткені біздер бұрын білесіздер, әкеміздің қабағынан, анамыздың таяғынан қорқып өстік. Ана жерде анамыз айтатын, ай, әкелерім келе жатыр дейді. Сол кезде біз жұмымыз білінбей, тек әкеміздің қабағына қарайтынбыз. Сондықтан мен ойлаймын, осы әкелер осындай тақырыпта қалам түртуі бұл өте маңызды. Мен әлеуметтік желіде көбінде осы ұлттық құндылықтарға байланысты тақырыптарды қаузаймын. Бірінші кітап, осындай кітап жарық көрді деп әлеуметтік желіге Оразхан бауырымыз сала қойғанда әрине қуанды. Білім негізі тәрбиеден басталу керек. Сондықтан әр отбасында құндылық сақталу керек, әкенің рөлі болу керек, ананың рөлі болу керек. Негізінде әр біздің статус деген нәрсе бар ғой. Өзі ана рөлінде, әке рөлінде, бала рөлінде, келін рөлінде әр өз статусын ұстаса, сол отбасында құндылық сақталады деп ойлаймын. Енді аналарымыз аман болсын осындай, апаларымыз міне ақ жаулықта отыр. Осы кісілерге қарап біз бой түзеп келе жатырмыз. Сондықтан осындай тәрбие танымдар, кітаптар көптен болсын деп ойлаймын. Қош келсіздер, құтты болсын, әрі қарай жалғасын табады деп ойлаймын. Рахмет.